Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге ең мықты турнирға арналған ловушканы көрсететін боламын. Дебютті, точнее. Біз E4 жүреміз. Қарсыласымыз E5. Біз Coin F3 жүреміз. Пешкаға нападать етеміз. Олар Coin C6 жүреді. Өздерінің пешкаларын защитетіп, осы кезде біз өзіміздің Coin C3-ке жүреміз, чтобы развивать ету үшін өзіміздің партиямызды, фигураларымызды. Олар тоже развиться ету үшін F6 жүреді. Осы кезде ең қызық басталады. Біз өзіміздің атымызды жертваға береміз. Олар өздерінің аттарымен жейді. Бірақ та олар қуану мүмкін, бірақ та олар көп қуанбайды. Себебі біз енді ойынға атаковать етеміз, чтобы центрді контролировать ету үшін. Ол қашса, тоже атаковать етеміз. Одан кейін ол отступать етсе, өйстіп қашып, онда біз екінші ойынға атаковать етеміз. Ал егер де үйтпесе, қашпай центрға барса, осы пешкамен атаковать етеміз. Енді ол кетсе, атаковать етеміз, бағананы жалғастырайық. Ал егер де ол қашса, біз осындай ход жасаймыз. Бұл странно болуы мүмкін, бірақ қазір түсіндірем. Олар жеген соң біз жейміз. Енді бізде өте күшті позиция болады. Себебі біз олардың развитиясына осы пешкамызды мешать етеміз. Слонды шығаруға. Сол үшін бұл проблема болады. Одан кейін олар койнын шығарса, біз шах беріп, одан кейін фигура выиграть ете аламыз. Ал егер де ол койнын шығармаса, мысалы осылай жүрсе, біз койнмен екілік соққыға дайындала бастаймыз. Сосын келесі ходта екілік соққы қойып, біз ладьяны ұтып аламыз. Және де немесе мынандай вариант та бар. Олар койнын шығарса, біз шах береміз. Одан кейін олардың ферзін ұтып аламыз. Өйстіп, сонымен осындай бізде күшті позиция болады. Либо біз артық ферзбен, либо артық ладьямен қайыламыз. Бұл турнирда өте керек болады деп ойлаймын сіздерге. Барлықтарыңызға осы видеоны көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше достар.